Сәлем баршаға. Колеса News эфирде, студияда Олжас Оқас. Бірінші желтоқсаннан бастап тек қысқы дөңгелекпен жүруге болады. Жүргізушілердің дөңгелек ауыстыруға міндеттелгені кедендік одақтың техникалық регламентінде жазылған. Заң бойынша көктемге дейін тек қысқы дөңгелегі бар көлікпен қозғалуға рұқсат беріледі. Көлікке М+С, МС белгілері бар дөңгелек орнату қажет. Заң бұзғандарға тәртіп сақшылары 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салады. Полицейлер тәртіпке бағынбағандардың нөмірін шешіп, дөңгелек ауыстырған соң ғана қайтаруға құқылы. Еске салайын, дөңгелектің кез келгенін Колеса KZ мобильді қосымшасынан табуға болады. Дөңгелек сыртындағы жазуларға мән бересіз бе? Сатыбаларда немесе орнатқанда оқитын жазулар туралы айтып берейінші. Rotation деген айналу бағыты. Қысқы дөңгелекте қыраудың белгісі болады, ол түсінікті. Радиал тублес деген жазу дөңгелек камерасыз қолданылады деген сөз. Дөңгелектің өндіріс датасына қарауды ұмытпайық. Мысал келтірейін. 3817 деген шина 2017 жылдың 38 аптасында жасалғанын аңғартады. Азия авто қызметкерлері теннис ойнап конкурсқа қатысып жүр. Тамада мықты болса керек. Компаниялар тобының басшысы Анатолий Балушкин жұмыстың тоқтағанына министрлік кінәлі деп хабарлады. Негізгі аргументі басқа өндірушілермен салыстырғанда дәреженің тең болмауы. Балушкин мырза зауыттағы 600 адам жұмыссыз қалуы мүмкін деп шошытты. Дайрабайдың дауы неден басталғанын білесіздер ме? Азия авто мемлекет жеңілдігінен айырылды. Өйткені міндетін уақытылы орындамаған. 2019 жылдың 1 желтоқсанында Өскеменде жаңа цехтер ашылуы тиіс еді. Анатолий ағамыз толық циклды зауыттың құрылысы қарқынды жүріп жатқанын, дәнекерлеу және бояу цехы 2021 жылы сәуірде толық салынып бітеді деп сендіруге тырысты. Алайда индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азия автодан жеңілдіктерді қайтаруды талап етуде. Жалпы сома 176 миллиард теңге. Toyota Land Cruiser 200 көктемде тарих қойнауына кетеді. Мәссаған. Енді қайттық. 2007 жылы жарық көрген крузактың күні санаулы. Марка дилерінің хабарлауынша 2 айдан кейін 200-дікті елге жеткізу тоқтайды. Айта кетейін, соңғы уақытта Land Cruiserдің сатылымы жақсарды. Мамандар мұны пандемия салдарынан ішкі туризмге деген қызығушылықтың артуымен байланыстырады. Электромобиль үшін утилизациялық алым төленбейді. Заңға ену тиіс түзетулерді экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі әзірледі. Құжатта құрастыру, залалсыздандыру, қалдықтарды қолдану немесе кәдеге жарату үшін төленетін ақы мөлшерін есептеу әдістемесін енгізу ұсынылған. Келешекте электромобиль үшін утилизациялық алым жойылатын шығар, ал қазір құны 417 мың теңге. Гибрид көліктерге жеңілдіктің қатысы жоқ. Түркменстанда тек қана ақ түсті көліктер жүретінін білесіздер ғой. Енді көлікке қара деталь орнатуға да тыйым салынды. Мұндай бұйрықты мемлекет басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов берген. Түркмен News сайтының хабарлауынша 24 қарашадан бастап қара түсті бөлігі бар машиналар тоқтатылып жатыр. Ондай көлік техникалық тексерістен де өте алмайды. Иелеріне айыппұл салынуда. Мұны Гурбангулы Бердімұхамедовтың ақ түске деген ерекше ықыласымен байланыстыратындар көп. Бұлай жалғаса берсе, Түркменстанда ақ түсті дөңгелекте пайда болуы мүмкін. Хорошо. Желтоқсан күллі қазақ үшін символикаға толай. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Бас мейрам күні сіздерге қызық дүние ұсынамыз. 2 аптадан кейін көріскенше аман сау болыңыздар.